Қалайсыздар? Бүгін сіздермен флешканы ноутбукке тығып, қалай жұмыстарыңызды или папкаларыңызды флешкаға көшіруді үйретемін. Мынау жаңа флешка. Жай ғана ішінде 4 гигабайттық. 4 гигабайттық флешка. Осыны аштық. Ал енді тыққан кезінде өзіне жақсы келетін порттың біреуіне тығамыз. Сосын экранға қарап тұрып, маған подписаться етіп кетесіздер, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сосын экранға қарап тұрамыз да, жоғарыдағы компьютер деген басамыз. Мына жерде съемный диск деп тұр. Іші пустой, шығамыз. Сыртынан мышканың оң жақ батырмасын басып тұрып, жоғарыда форматировать деген басамыз. Астында начать дегенді басамыз. Мына форматирование завершено дейді. Окей дейміз. Бұл жерге папкаларыңызды, фотоларыңызды, музыка, басқа да бір компьютердегі, ноутбукта қандай жұмыстарыңыз болса да өткізсеңіздер болады. Оның гигабайтына, мегабайтына қарап өткізіңіздер, қатып қалмасын. Мына осылай өткізесіздер. Достар, маған лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видео қандай видео шығарайын, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерге не қызық болып жатыр, не шығару керек болып жатыр, немен танысқыңыз келіп жатыр, сол туралы комментарий жазып кетіңіздер.